Мен негізі Шымкентке қыдырып келген адам. Айтпаш деп еді, бірақ айтайын. Бажам пішірілген 40-қа кеп. Соның тойына кезім құттықтап. Тойдан бір күн бұрын кеп қойыппын. Содан тойға дайындық арқа жарқа отырық. Бажам айтты, Олжеке сен қонақ бөлмеге барып демала берсей, пилинг шақырып қойдың. Даймонд деген жердің қыздары келеді, тап таза, тып тыйпылғып, жалтыратып беріп кетеді деді. Ой, айтаң келеді де қаншама кіс жүр, пилинг қалай болады екен деп қонақ бөлмеге бардым. Сонымен тұрдым да, құрсын жасатсам, жасатып алайын пилинг деп. Голый шешім тастап, жаңа түрсейім ылғал болып қалған дәрет алғаннан кейін. Кепсін деп люстраға іліп қойғам. Сөйтіп жатырым, екі қыз келді, сары перчатка киіп алған, қолдарында пылесос. Содан сасқалақтап ат тұрдым. Мынау да салаң ете қалды сол моментте. Ана екі қыз шошып, деп қашып кетті. Сөйтіп ойбай ұят болды деп түрсейімді алып атқам, солғамыз. Сөйтсем енем кіріп келді. Енем кіріп келді, шалқасынан құлады ғой. Сөйтіп ені өліп атыр қой, клининг шақырған екен ғой, пилинг емес. Үй жинайтындар. Шымкентте номер 1 Даймонд деген клининг жасайтын жер екен ғой. Бәсе бажам айтып қоймайды, Нұржан Төліндейіп шақыратын қыздар ғой деп. Ойбай, Нұрекеңде ұрат екен ғой, пилинг деп қоям жаңа. Сөйтсем клининг екен ғой атаң. Ұят болып атыр мына бажамнан, енемнен қаншама халық.